Саламатсыңдар ма оқушылар? Біздің кезекті сабағымыз басталып жатыр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы уақыт, жол және жылдамдық. 6-шы сыныптың оқулығынан соған байланысты көптеген есептерді шығарайық. Мәтінді есепті жақсы шығарып үйрену керек балалар. Сол үшін көп есеп шығару керек. Жақсы. Балалар, бұл видеода мен тез есептерді шығарам. Сендер паузаға қойып есепті бірінші өздерің шығаруға тырысыңдар. Сосын мен шығарған шешуіме қарасыңдар болады. Ал бірінші есеп. Туристер межелеген жерге 3 күнде жетті. Олардың 3 күнде жүрген жолдарының қатынасы 6, 5,6 және 4,4 қатынасындай. Туристер бірінші күні 3-ші күнге қарағанда 64 км артық жүрді. Бірінші күні, 3-ші күні x жүрген болса, бірінші күні x қосылған 64 болсын. Және де қатынастары 6 бөлінген 5,6 бөлінген 4,4 дей. Демек біз мына жерде x қосылған 64 бөлінген x тең болады 6 бөлінген 4,4 деп таба аламыз, е? 6 мен 4,4 қысқартсақ болады. Екеуінде 2-ге бөлсек, 2,2 болады, 3 болады. Енді пропорциямен шығарайық ары қарай. 2,2x қосылған 64 көбейтілген 2,2 тең болады 3x. Мынаны былай қарай жібереміз. Сол кезде 64 көбейтілген 2,2 тең болады. 3-тен 2,2-ні азайтсақ 0,8x болады. Ал бұл жерде 64 пен 0,8-ді қысқартсақ, яғни бұл жерде 80 шығады. 80-ді 2,2-ге көбейтсек қанша болады? 22 көбейтілген 8, 44 көбейтілген 4, яғни 88 көбейтілген 2, 176 километр болады екен. 176 километр. 80, 8, 160, 16, 176, дұрыс. Енді біз x-ті білеміз. Әрі қарай басқаларында тапсақ болады. X бізде 176 екен. Мынау қанша болады? 176-ға 64-ті қоссақ, 180 қосылған 60, ол 240 километр болады. Енді мына жерден екеуін любойын қолданып, ортаңғысын таба аламыз, е? Ортаңғысы неге тең? Ол 176 бөлінген 4,4 көбейтілген 5,6. Осы жерден біз 4,4 пен 5,6-ны қысқартамыз. Екеуін 4-ке бөлетін болсақ, 1,1 болады. 5,6-ны 4-ке бөлетін болсақ, 1,4 болады. Жақсы. Енді мына жерде біз тез шығару үшін калькуляторды қолдана салайық. 176 бөлінген 1,1 көбейтілген 1,4 224 дейді. 224 километр. Сонда 3 күнде жалпы қанша километр жүреді? Осы үшеуін қосасыңдар. 240-қа 224-ті қоссақ 464. 464-ке 176-ны қоссақ 564, 570, 640 километр жүреді екен. Бірінші салт атты адамның жылдамдығы, екінші салт атты адамның жылдамдығына қатынасы мынандай дейді. Бірінші салт атты адамның жылдамдығын v дейік, екіншісінікін u дейік, яғни v бөлінген u неге тең? 2 бөлінген 5-ті 7 бөлінген 20-ға бөлеміз. Кері аударылып береді. Бірінші салт атты адамның жылдамдығы, екінші салт атты адамның жылдамдығынан 1,5 километрге артық дейді. Біріншісі азайтылған, екінші тең болады 1,5 километр сағатқа артық. Бірінші салт атты адамның жылдамдығы неге тең дейді. Осы біз онда екіншісінің орнына v азайтылған 1,5-ді қоямыз. Мына жерде тез қысқартып жіберейік. Мынау 4 болады. 8 бөлінген 7. Демек v тең болады. 7v бөлінген 8 тең болады u-ға. Ал u ол v азайтылған 15-ке тең, е? Сонда мына жерде 15 дейміз, тең болады v
азайтылған 7v бөлінген 8. Мынаған 8-ден береміз. Сонда v бөлінген 8 болады екен. v бөлінген 8 тең болады 15. Пропорциямен мына көбейтіп жібереміз. 15-дің астында 1 бар, үстінде 15. Сонда 15-ті 8-ге көбейтетін болса, 30-ті 4-ге көбейткенге тең, ол 120 км сағатқа тең екен. Келесі. Пойыз тұрақты жылдамдықпен бір қалыпты жүріп, 2 сағатта 144 км жүрді. Яғни 1 сағатта ол 77 км жүреді. Демек, пойыздың жылдамдығы 77 км сағат. Осы жылдамдықпен пойыз 5 сағатта қанша километр жүреді дейді. Бірінші тапсырма. 5 сағатты көбейтеміз. 77 дәкел сабақ. Километр сағатқа тең. Сағаттар қысқарады. 77-ні 5-ке бөлсек, так, 7 жердегі 5 35, 385 километрге тең. Жақсы, екіншісі 504 километрді бөлеміз 77. Дәке, сыртқа шығып сөйлесіңізші, сабақ болып отыр. 77 км сағатқа тең. Так, енді біз 504-ті бөлеміз 77-ге. Так, неше сағатта жүреді? 504 77-ге тікелей бөлінбейді екен. Ол 6 сағат. Так, 32 минут. Сонымен қатар 43-44 секундта жүреді екен. Шамамен осылай. Оны біз қалай шығардық? Оны біз былай жасадық калькулятормен. 504-ті бөлесіздер 77-ге. Сонда міне 6 сағат болып тұр, 6 жарым. Одан 6-ны азайтамыз. Жарты сағат болып тұр. Онда көбейтеміз 60 минутқа. Сонда 32 минут болады. Одан да 32 минутты азайтамыз. Сонда мына жерде 0,7 минут, ол қанша секундқа тең? 60-ға көбейтеміз. 44 секунд. Яғни нақты есептесеңдер осылай болады. Жақсы, келесі есеп. Жылдамдығы 50 км сағат жүк пойызы 2 қала арасын 6 сағатта жүреді. Осы аралықты жолаушылар пойызы 75 км сағат жылдамдықпен неше сағатта жүреді дейді. Бірінші ол жердің ұзындығын тауып алайық. Ол 50 км сағатты көбейтеміз біз 6 сағатқа. Демек 300 км болады. Сосын енді уақытты тапқанда 300 км-ді бөлеміз 75 км сағатқа. Так, бұл 4 сағат. Так, келесі. Саяхатшылар катермен А пунктінен Б пунктіне өзен ағысымен жүзіп барды. Ал қайтарда А пунктіне теплоходпен келді. А пунктімен Б пунктіне барғанда өзеннің жылдамдығы U болсын, U мен жүзіп барады. Яғни өзен жылдамдығы 2 км сағат дейді. Сосын қайтқанда теплоходпен қайтып келеді. Теплоходтың жылдамдығы V, бірақ өзен жылдамдығы U ғой. Сол үшін теплоход V азайтылған U жылдамдығымен қайтып келеді. Яғни теплоходтың меншікті жылдамдығы 26 болса, өзенге қатысты жылдамдығы оның 24, яғни 26-дан 2-ні азайтамыз. 24 км сағат. Так, енді катер дейді. Катер деген так, енді катердің меншікті жылдамдығы теплоходтың меншікті жылдамдығына 8 бөлінген 13 қатынасындай дейді. В бөлінген 26 В штрих дейік. В штрих ол бізде катердің жылдамдығы тең болады 8 бөлінген 13. Так, В штрих неге тең? 26 мен 13-ті қысқартамыз. 2 бөлінген 8 16 км сағатқа тең. Саяхатшылар А пунктінен Б пунктіне катермен 3,6 сағатта барса,
қайтарда теплоходпен неше сағатта келеді дейді. Так, енді А пунктінен Б пунктіне катермен барса дейді. Так, катер мына ойында бірталай қиын есеп екен. Катер өзенмен қосылып, сонда 18 км сағат болады, барған кезде. Осында 3,16 сағатта барады екен. Жолды есептейік. Жол неге тең? 18-ді 3,16-ға көбейтеміз. 64,8 километр екен. Демек 64,8 километр. Енді қайтқан кезде теплоходпен қанша сағатта қайтып келеді дейді. Теплоход 26 емес 24 болып қалады қайтарда. Себебі бізде өзеннің ағысы бұларға кедергі жасайды. Өзеннің ағысы бар, 2 км сағат. Мынаған былай кедергі жасап отыр, мынаған наурат қосылып отыр. Енді уақытымыз неге тең? 64,8 километрді біз бөлеміз 24 километр сағатқа. Екі бүтін оннан 7 сағат дейді. Яғни 2,7 сағатта өзенге қарсы теплоход қайтып келеді екен. Әрбір көштес екеуінің бір-бірінен 4,2 метр болатын 77 қада бар дейді. Осы қадалардың әрбір көштес екеуінің бір-бірінен арасы 3,8 метр болатын неше жаңа қадамен ауыстыруға болады дейді. Яғни 77 көбейтілген 4,2 арасы. Қанша болады? 77-ні көбейтеміз 4,2-ге 323,4 метр қашықтық болады. Осы метр қашықтыққа біз қанша қада қоя аламыз дейді. N деген саны болсын. 323,4 метр бөлінген әр метрге 3,8 метрге біз қада саламыз. Қадаймыз, короче. Сол кезде 85 дейді. Шамамен 85-86 қадамен ауыстыруға болады екен. Келесі есеп. Автобус елді мекеннің арасында 60 км/сағат жылдамдықпен 3,5 сағат жүрді. Егер автобус жылдамдығын 10 км/сағатқа арттырса, осы қашықтықта неше сағатта жүреді дейді. 60 көбейтілген 3,5 сағат. Осы жолды ол 70 көбейтілген қанша уақытта жүреді? 70 пен ноликтер қысқарсын, мінеке қысқарса 2 болады, сонда 6 бөлінген 2, 3 сағатта жүреді екен. Екі елді мекеннің жер бетіндегі қашықтық 68 км. Осы екі елді мекеннің масштабы 1 бөлінген 2 миллионда қанша болады дейді. 68 мың метрді біз бөлеміз 2 миллионға. 3 нөлі қысқарып кетсін. Сосын 2 мен мынау қысқарады, 34 болады. Сонда 0,034, яғни мыңға бөліп тұрмыз. 0,034 метр. Демек бұл 34 миллиметр болады екен. Масштабы 1 бөлінген 60 миллион картада Алматы мен Астананың қосатын кесіндінің ұзындығы 18 миллиметрге тең. Қалалардың жер бетіндегі арақашықтығы неше километрге тең? 18 миллиметр көбейтілген 60 миллион. 6-7 42, жаңа 102 болады. 102 и артында миллион. Мына 1 миллион мен миллиді метрге аударып жіберсек болады. Мына екеуін не істесек метр. Ал мынаны көбейтетін болса километр болып кетеді. Сонда 102 60 миллионға тағы нөлі бар. Сонда 1020 километр болады. Пойыздың жылдамдығы 20 метр секунд. Оның вагонының доңғалағының шеңберінің ұзындығы 2,4 метр. Пойыздың доңғалақтары 3 минутта неше айналым жасайды? Пойыздың жылдамдығы мен айналу жылдамдығы бір-біріне тең болады. Сол үшін ол
сол жылдамдықты есептей отырып біз былай жасайық. 20 көбейтілген ол 3 минут көбейтілген 60 секунд. Ол қанша метр жүреді? 6 жердегі 3 18 36 3600 метр. Енді әр шеңберін бір рет айналған кезде 2,4 метр жүреді. Сол үшін 3600-ді бөлеміз 2,4-ке. Сол кезде 1500 рет айналады екен. Жеңіл машина 95 км/сағ жылдамдықпен екі қаланың арасын 1,2 сағатта жүреді. Автобус осы қашықтықта неше уақытта жүреді дейді. Қашықтықтың ұзындығы неге тең? Мынанша километрге тең. 5,7 км/сағат жылдамдықпен ол қанша уақытта жүреді дейді. Бұны асықпай өздерің калькуляторсызда шығарсаңдар болады. Бізде уақыт тығыз болғандықтан мен калькулятормен дұрыс жауабын көрсетемін. Вот 2 дейді. Километрлер қысқарады, тек 2 сағат қалады. Автобус 1 сағат 15 минут уақытта екі қаланың арасының қашықтығының 25%-ын өтеді. Автобус осы жылдамдықпен екі қаланың арасының қашықтығының 80%-ын неше уақытта өтеді? 25% деген 0,25 көбейтілген S деген сөз. Осыны автобустың жылдамдығы V болсын, ал 1 сағат 15 минут ол 75 минутқа тең. 75 минут. Енді 80% 0,8S 0,8S тең болады V көбейтілген қанша уақытта? Уақыт. Бұларды біз бөліп жібереміз бір-біріне. Сол кезде бізде уақыт табылады. V, S қысқарсын. Жаңа T-мыз пропорциямен қарайтын болсақ 75 көбейтілген 0,8 бөлінген 0,25 минут болады. Енді 0,25 75 пен 0,25-ті қысқартатын болсаңыз, бұл как будто 7500 бөлінген 25-ке тең. 25 пен 75 300 болады жауап. 300 көбейтілген 0,8 минут тең болады қаншаға? 240 минут. Сағатқа бөлетін болсақ 60-қа бөлеміз. Сонда 4 сағат болады. Ұзындығы 510 метр пойыз ұзындығы 750 көпірді 1 минут 10 секунд уақытта өтті. Бірнеше сағаттан соң пойыз сол жылдамдықпен тоннелден 1,5 минутта өтті дейді. Так, мынау пойыз бізде. Мынау бізде көпір. Сол одан толық өту үшін ол мына жерде тұру керек. Демек, ол өзінің ұзындығын және көпірдің ұзындығын қатар өту керек. Яғни 750-ге 510-ды қосамыз. 1260 метрді ол 1 сағат 10 минут деген уақыт қанша тең? 1 минут 10 секунд, 70 секундты өтеді. Жылдамдығы неге тең? 1260 метр бөлінген 70 секунд. Так, бұл 56 8 болады. 18 метр секунд. Енді ол өзінің ұзындығы неге тең? 510 қосылған тоннелдің ұзындығы L болсын. Осыны ол 18 метр секундпен қанша уақыт өтті? 1,5 минут деген 90 секунд уақытта өтеді. Сол кезде 9,8 72 620 метр болады. Мұнда тоннелдің ұзындығы 1110 метрге тең екен. Келесі, көл жағасында екі пункт арасын катер 3 сағат жүзеді. Осындай қашықтықта Сал өзенде 12 сағат жүзеді. Егер катер өзен ағысымен жүзсе, осы екі пункттың ара қашықтығын неше сағатта жүзеді дейді. Көлде деген демек ол өзінің жылдамдығы V болсын. Жоқ, өзеннің жылдамдығы, мысалы өзенмен жүрсе, өзендікі U болсын. U мен 12 сағатта өтетін болса, V мен 3 сағатта өтеді. Демек, V бізде 4 U-ға тең. Енді
тура сол жолды ол v қосылған u мен қанша уақытта өтеді дейді. Бұны v-ның орнына 4u-ді қосақ 5u көбейтілген t болады. Бұл неге тең? u көбейтілген 12-ге тең. u-лар қысқарып кетеді. t 12 бөлінген 5, яғни 2,4 сағатқа тең. Қайық көлде 3 сағат жүзетін қашықтықта, сал өзен 9 сағатта жүзеді. Сал өзенде 9 сағатта жүзеді. Өзенде ағысқа қарсы жүзген қайық осындай қашықтықта неше сағатта барады? Тура жаңағыдай методпен қолданамыз. Көлде ол v көбейтілген 3 пен жүзді, тек v мен ғана кетіп барады. Бұл қашықтық. Сол қашықтық сал u көбейтілген 9 пен жүзеді. Яғни v көбейтілген 3 тең болады u көбейтілген 9. 3u тең болады v-ға. Өзен ағысына қарсы деген ол v азайтылған u деген сөз. V азайтылған u деген неге тең? 2u-ға тең. 2u көбейтілген t тең болады u көбейтілген 9. Яғни u қысқарады. Уақыт 4,5 сағатқа тең. Пароход өзенде ағыспен жүзсе 2 сағатта 68,6 км қашықтық барады. Пароход өзенде ағысымен 2 сағатта 68,6 км жүреді. Ағысқа қарсы жүзсе v азайтылған u көбейтілген осындай уақытта 10 км кем барады дейді. Яғни 58,6 км. Меншікті жылдамдығы мен ағыстың жылдамдығын табыңыз дейді. Ал енді тап осыны. V қосылған u неге тең болады? 34,3-ке. V азайтылған u ол неге тең болады? Так, 2, 18, ол 9, 6, ол 3. Бұл теңдеулер жүйесі өткен сабақта өткенбіз. Бұл екеуін қосып жіберсеңдер не болады? 2v тең болады 6, 3, 63,6. Яғни жылдамдығы неге тең? 31,8 км сағат. Ал u болса бізде 34,3-тен 30,8 азайтсаңыз 5. Так, мынау 2-ден 1,5 км сағат болады екен. Дұрыс қой? Дұрыс. Жақсы. Келесі. Теплоход 2 қала арасын өзенде ағыспен 4 сағатта жүзеді дейді. V қосылған u көбейтілген 4. Көлде осындай қашықтықта 5 сағатта жүзеді. Сал осы 2 қала арасын неше сағатта жүзеді? u көбейтілген t. T неге тең дейді. Осындай теңдеу шығып тұр. Біз бірінші бөлігіне қарайық. Яғни u көбейтілген 4 қосылған 4v тең болады 5v. u көбейтілген 4 тең болады v-ға. Енді мына жерге жазайық. 4u көбейтілген 5 тең болады u көбейтілген t. u қысқарады, t 20 сағат болады екен. Өзен жағасында 2 айлақ арасын катер ағыспен 6 сағат жүзсе, сал 42 сағат жүзеді. Өзен жағасындағы 2 айлақ арасын катер осындай қашықтықта көлде неше сағатта жүзеді дейді. Ағыспен катер ағыспен 6 сағатта жүзеді, ал u 42 сағатта жүзеді. Катер осыны неде қанша уақытта жүзеді дейді осы қашықтықты. Яғни қашықтық бірдей. Бірінші бөлігіне қараймыз. V қосылған u тең болады 7u-ға, v тең болады 6u. Значит, v-ның орнына 6-ны қойсақ, u көбейтілген 42 тең болады 6u көбейтілген t. u қысқарады. 42-ні 6-ға бөлсек 7 сағат. Жақсы, осымен біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.